Сәлеметсіңдер ме 3-ші сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге смайлс оқулығының 64-65 беттерін түсіндіріп беремін. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма. Look at the picture. Is they playing classical or modern music? How does music make you feel? Суретке қара. Мына музыкалар классикалық немесе заманауи музыкада ойнай ма? Музыка тыңдағанда қандай сезімде боласың дейді. They play classical and modern music. Олар классикалық және заманауи музыкада ойнайды. I like classical music. Мен классикалық музыканы жақсы көремін. Осымен бірінші тапсырма бітті. Екінші тапсырма. Listen, point and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Жетіген, қобыз, домбыра, гюча, гитара, драм, барабан, тамбурин, виолин, скрипка, пианино, рекордер, флейта, percussion with wind, string, or keyboard. Соқпалы, үрмелі, ішекті немесе пернетақталы. Музыкалық аспаптар қайсысына жататын ата? The drum is a percussion instrument. Барабан соқпалы аспап. The tambourine is a percussion instrument. Тамбурин соқпалы аспап. The flute is a woodwind instrument. Флейта үрмелі аспап. The guitar is a string instrument. Гитара ішекті инструмент. The violin is a string instrument. Скрипка ішекті аспап. The piano is a keyboard instrument. Пианино пернетақталы аспап. The recorder is a woodwind instrument. Now complete the drawing дейді. Яғни бұл жерде орындықтың жарысы берілген, сол орындықты жарысын сызамыз. Төртінші тапсырма. Now choose a cool or warm color and color the chair in exercise 3. Present it to the class. Cool colors дейді. Яғни салқын түстер. Green, blue, violet. Жасыл, көк, күлгін. Warm colors. Жылы түстер. Қызыл, сары. Осымен сабағымыз бітті. Сау болыңдар.